Достар, пәтер бағасымен бірдей коммерциялық нысан сатылып жатыр. Нағарсаңыздар, қақта орналасқан. Мына, нағараңыздар. Мынау қазіргі кезде бота тәттілері деген осындай дүкен болып жұмыс жасап жатыр. Мынау бізде қателеспесем Жеңіс деген көше, мынау Жеңіс 104 деген барлығы білетін үй, жолдың дәл бойында орналасқан, көрдіңіздер ме? Әдемі жерде пандусы бәрі бар. Қазіргі кезде бота тәттілер деген жек көрдіңіздер ме өзі? Жесеңіздер тәп-тәтті. Кіреберіс аймағы. Былайша енді бағасын қараңыздар, 20 миллион теңге деп отырғанымыз, осы аймақтағы 3 бөлмелі пәтерлердің бағасы ғой енді. Мынау коммерциялық нысан, былайша кәсіп нысан ғой енді. Бұлардың бағалары сәл қымбаттау болу керек еді. Мынау подъезге қарай шығатын есік. Мына жерде осындай алаң бар. Яқта тағы да бір бөлме бар. Және әжетханасы. Достар, тамаша баға айтылып тұр. Дәл Жеңіс көшесінің бойынан коммерциялық нысан.